біз халықаралық музейлер күнін атап өтудеміз. Бұл мереке біздің жұмысымыздың маңыздылығын, музейіміздің және қаламыздың мәдениеті мен тарихын сақтау мен насихаттаудағы рөлін атап өтеді. Көкшетау қаласының тарихи музейінің қызметкерлері ретінде біз әрдайым тарихи құндылықтарды сақтап, келешек ұрпаққа жеткізу мақсатында еңбек етіп келеміз. Біздің музей бұл өткеніміздің айнасы, ал әрбір экспонат тарихтың бір бөлігі. Бүгінгі айтулы күнде сіздерге шығармашылық табыс, жаңа идеялар мен жобалар, сондай-ақ бір-бірімізге қолдау көрсету мен ынтымақтастық тілеймін. Біз әрбір келушінің жүрегінде тарихымызға деген сүйіспеншілік оятып, мәдени мұрамызды дәріптей аламыз. Халықаралық музейлер күнімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Дорогие коллеги, сегодня мы отмечаем Международный день музеев. И я хочу от всей души поздравить вас с этим особенным событием. Музеи – это не просто здание с экспонатами, это уникальное пространство, где мы все вместе создаем атмосферу истории и искусства. В этот день хочу пожелать вам вдохновения и творческих успехов. Пусть каждый новый проект приносит радость и гордость. Общая работа объединяет нас еще больше. Спасибо вам за ту страсть и преданность, с которой вы подходите к своему делу. Давайте продолжать делиться нашими знаниями, сохранять культурное наследие и вдохновлять посетителей на новые открытия. С праздником, дорогие коллеги! Happy International Museums Day. I wish all the museums all the best. Museums are a big treasure for every person in his country. Each country has its own museums. Museums is a really important we can know the history of our countries through these museums. So museums are really important, as I said, for all the people living. And I congratulate you on this beautiful day.